Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, өте керемет болып шығатын кабачоктан құймақ дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны толығымен көріп шығыңыздар. Ол үшін бізге ең бірінші кабачокты сыртын ашып, 1,5 кабачокты теркадан өткізіп дайындап аламыз. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Және маған лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Кабачогымызды теркадан өткізіп болғаннан кейін, бір үлкен жуамыздың сыртын ашып, жуамызды да теркадан өткізіп аламыз. Келесі мен бір сарымсақ қостым. Қоспасаңыздар да өз еріктеріңізде. Дәмі өте керемет болады, қоссаңыздар. Және 2 жұмыртқамызды қосамыз. Егер бір кабачоктан жасасаңыздар, 1 жұмыртқа жеткілікті. Және дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Үлкен қасықпен кезек-кезек былғай отырып саламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Енді табамызға майымызды құйып, астын ашып, қыстырып аламыз. Үстіне қасықтап салып шығамыз. 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз.
Біздің кабачоктан құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.